Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен осындай өте әдемі, көтеріліп, жұмсақ, іші толықтай пісетін бауырсақтар дайындайтын боламыз. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Ендеше видеоны соңына дейін көруді ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге жылы сүт қажет, және де жылы су құямыз. Және де тұз саламыз. Тұз салып, енді жақсылап араластыратын боламыз. Тұзымыз толықтай еруі қажет. Толық рецепті описание бөлімінен көре аласыздар. Енді құрғақ ашытқымызды салатын боламыз. Ашытқанды дәл солай жақсылап араластырып, ертіп алатын боламыз. Сүтіңіз, суыңыз ыстық болмауы қажет, әйтпесе дрожжыңыз пісіп, көтерілмей қалады. Орташа температурада болған дұрыс. Енді майонез қосатын боламыз. Кез келген майонезді қосып, енді қолыңызбен немесе венчикпен жақсылап араластырып, ертіп аласыздар. Майонез қоссаңыздар жұмсақ, дәмі де әдемі болып шығады. Ешқандай майлы, ондай болып кетпейді. Солай жасап көріңіздер. Араластырып алдық. Енді ұнымызды иректен өткізіп, аз-аздан қосатын боламыз. Онда мөлшерден көп қоспай, тура рецептегіде жазсаңыздар, бауырсақтарыңыз әдемі шығады. Осылай бір рет жақсылап араластырып алатын боламыз. Содан соң ұнымызды салып, енді қамырымызды илеп аламыз. Кішкене әлі толықтай болған жоқ. Енді пісте майымызды үстінен қойып, тағы да жақсылап қамырымызды илеп, ашытып қоятын боламыз. Бір сағаттан кейін осылай ашып, өте әдемі болып көтеріліп шығады. Жылы жерге бетін жауып, жақсылап орап қойсаңыздар. Енді қамырымызды жақсылап, жұқалап жаятын боламыз. Тым жұқа, тым қалың қылмай. Осы рецептпен домалақ қылып та, 4-3 формада жазсаңыздар да болады. Көтеріліп, өте әдемі болып шығады. Мен домалақ етіп жасайын деп жатырмын. Осындай үлкенірек домалақ формамен бөліп алсаңыздар, өте әдемі болып шығады. Барлығын осылай бөліп алдым. Енді табамызды қыздырып, майымызды құятын боламыз. Бауырсақтарымызды жаймен пісіріп бастаймыз. Осылай 10-15 минут көтерілуге де қойып қойсаңыздар болады. Одан да көтеріліп өте әдемі болып шығады. Енді қызып тұрған майымызға салып, бауырсақтарымызды пісіретін боламыз. Осылай көтеріліп, әдемі болып пісіп жатыр. Осы шет жағы қызарып бастағанда екінші бетіне аударып аламыз. Осылай көтеріліп, сап-сары әдемі бауырсақтар шығып жатыр. Және де осылай 4 бұрыштықта жасадым. Бұл да дәл солай көтеріліп, өте әдемі болып шықты. Осымен біздің бауырсақтарымыз дайын, өте әдемі, дәмді болып шықты. Сіздерге видеоны лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, қолдау білдіріп кетіңіздер. Баршаларыңызға ас болсын. Осылай өте әдемі болып шықты. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет.